Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңадан сойылған сиыр етінен жасалатын фаршты көрсетемін сіздерге. Қалай жасалу керектігін. Ол өте оңай, оны барлықтарыңыз білулеріңіз мүмкін. Бізге керегі осындай жас малдың жаңадан сойылған майлы еті қажет болады. Оны жақсылап жуып бірнеше рет осылай бірнеше бөліктерге бөлеміз, ет тартқышқа сиятындай етіп. Сіздер ет таңдаған кезде жас малдың етін таңдағандарыңыз дұрыс болады, және семіз малдың етін таңдасаңыздар, сол кезде еттеріңіз дәмді және майлы болады. Егер кәрі малдың болмаса арық малдың етін таңдасаңыздар, сіздердің еттеріңіз дәмсіз болады және қатты болады. Біз енді осындай бірнеше бөліктерге бөліп, ет тартқыштан өткіземіз. Мен міндетті түрде бірнеше бөліктерге бөліп, оны мен мұздатқышқа салып қоямын. Кусок еттерді, себебі басқа да жаңағыдай лағман, палау жасаған кезде кез келген уақытта алып жасай беремін. Ал қалған етті мен осылай ет тартқыштан өткізіп фарш қыламын. Байқасаңыздар, менің етім майлы болған өздеріңізге жақсы, себебі манты, пельмени, котлет жасаған кезде осындай майлы етпен өте дәмді болады. Мен осындай тартылған еттерімізді осындай целлофанға салып, қолымызбен осылай жайып жібереміз кішкене. Кез келген уақытта, керек кезде, тамақ жасайтын кезде 2 сағат бұрын алып қойсаңыздар, тамақ жасағанша сіздердің тартылған еттеріңіз еріп тұрады. Сіздермен болған Ақбота. Келесі видеода кездескенше.